بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 14 бап адам амалмен дүниені қаласа серік қосуға жатады дейді. Бұл бап алдындағы рия баптан айырмашылығы, адам баласы рия жасайды адамдардың көзінде әдемі жақсы көріну үшін, адамдардың мақтауларын қалаған кісі. Ал бұл бап ондай емес. Яғни бұндай нәрседе болуы мүмкін, адамдардың мақталуын қалаған. Бірақ көбінде басымды несі бұл баптағы адам ақирет амалымен дүние қалайды. Ақша, мал мүлік қалайды. Яғни салиқалы Аллахқа болу керек болған амалмен сауап қалауының орнына керісінше дүние ақша не қалайды. Ақшаны қатты жақсы көретін, мал дүниені қатты жақсы көретін сараң болған сондай кісі болады. Сол бапқа арналған. Адам амалымен, яғни салиқалы ақиретке болған амалмен, жақсы амалмен, намаз, ораза секілді дүниені қаласа, керісінше дүниенің бір сауабын, бір пайда бір нәрсе қалайтын болса, серік қосуға жатады. Яғни бұл да ширк болады. Ширктің бір түрлерінен салиқалы амалымен, жақсы амалымен дүниені қалау. Неге ол ширкке жатады? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдағы келетін хадисте динар құлы болып кеткен адам құрсын дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам динардың артынан қуып кеткен, ақшаның артынан қуып кеткен кісіні құл деп атап тұр. Құл деген, яғни бір нәрсеге құлшылық қылатын, жүрегі байланған кісіні айтады құл деп. Сондықтан кім мына жерде динарға артына, ақшаның артына қудалап, салиқалы амалын ұмытып кетіп, одан аттап, керісінше салиқалы амалын арқылы ақша, сондай мал мүлік қалайтын болса, ол сол нәрсенің құлы болады. Яғни біз Аллахқа құл болу керекпіз. Аллахқа ғана құлшылық қылу керекпіз. А ол кісі динарға құлшылық қылған, ақшаға құлшылық қылған. Сол себептен ол Аллахқа құлдығында, құлшылығында серік қосқан болып есептеледі. Сондықтан серік қосудың, ширктің бір түрлерінен ол адамның өзінің салиқалы амалдарымен дүниенің пайдасын қалау. Енді бапқа келетін болсақ, бұл жерде толық анық түсіну үшін адамдардың өзін және ниеттерін, амалдарын бірнеше суретке бөлуге болады. Бірінші суреті ол адам баласы дүние амалымен дүние қаласа. Бірінші суреті дүние амалымен дүние қалау. Яғни жұмыс істейді, ақша табады. Не үшін? Жанұясын, отбасын асырау үшін. Жұмыс істейді, ақша табады. Не үшін? Ақша жинаймын, мақсатым баламды үйлендіру үшін, мысалшы. Жұмыс істеймін, ақша жинаймын, көлік алу үшін. Бұл дүние амалымен дүниені қалайтын болса, оның ешқандай күнәсі жоқ, ол мубах нәрсе. Әрине харам нәрсені қаламаса. Дүние амалымен бір мубах нәрселер қалайтын болса, оның үкімі мубах болып есептеледі. Ол бірінші суреті. Екіншісі дүние амалымен ақирет қалау. Ол екінші суреті. Дүние амалымен ақирет қалау. Жұмыс істейді, ақша жинайды. Не үшін? Умра жасайын деп едім. Ақша жинайды, жұмыс істейді. Не үшін? Кедейлерге, міскіндерге көмектесейін деп едім. Ақша жинайды, не үшін? Мүгедектерге, әлде тағы сондай біреулерге көмектесейін деп едім. Умра, қажылық жасайын деп едім. Яғни мысалдар көп. Бұл екінші суреті дүние амалымен ақиретті қалау. Бұл сауап, мустахаб, жақсы амал. Егер адам баласы сондай ниеті болатын болса, жұмысында, істеуінде, ақша табуында, ол кезде сауап алады сол ниет үшін, сол тіпті дүниенің амалын талап еткен үшін, сол дүниені талап еткен үшін, сол жұмысынан тіпті сауап алады, ниеті сондай болатын болса. Бұл өте керемет нәрсе. Үшіншісі, ол одан да жақсы ақирет амалымен ақирет қалау. Екінші суреті дүние амалымен ақирет қалау болатын болса, ал үшіншісі ақирет амалымен ақирет қалау. Бұл одан да бетер мықты нәрсе. Ол мысалы адам баласы мешітке баратыр, барып мешітте қазір мағриптан ишаға дейін отырамын. Не үшін? Құран оқимын. Көзім дүниеден, жаман нәрселерден аулақ болады. Телефонымды өшіріп тастаймын. Ешкім маған соға алмайтындай, ешкім маған хабарласа алмайтындай, тек қана барып Құран оқимын. Мешітте отырамын, Аллахты еске аламын, Аллахпен жалғыз жалбарынып дұға тілеймін. Яғни бір амалымен бірнеше амалдарды қамтыған. Ол өте керемет нәрсе. Егер адам баласы бір амалымен
бірнеше амалдар қамтитын болса, ол өте мустахабтан да жоғары нәрсе болады. Яғни үшінші суреті ақирет амалы мен ақиретті қалау. Төртіншісі ол адам баласы ақирет амалы мен дүниені қалау. Осы бап соған арналған. Яғни адам баласы ақирет жақсы болған амалдармен, салиқалы амалдармен сауап қалаудың орнына керісінше ол дүниенің бір пайдасын қалайды. Бұл адам баласы мешітке барады, не үшін? Мешітте бір намаз болған үшін емес, біреумен кездесу керек, шаруа, бір жұмыс бар, бизнес бар. Солмен барып, сөйлесіп, бір жұмысты, ақшаны шешу керек. Егер ол кісі ол жерге мешітке бармайтын болса, ол бармас еді ол мешітке. Яғни иша намазына барады, мысалы үшін. Біреуге телефон соғады, бауырым қайдасың? Осылай, ишаға барам, болды, иншалла, мен де келем. Сол шаруасы, мақсаты, бизнесі, бір нәрсесі, дүниені қалау, әлде біреудің қызын сұрау, қарындасын сұрау деген сияқты дүниенің нәрсені қалау. Егер де ол мешітке бармайтын болса, ол бармас еді, бірақ ол намаз үшін бара тұрған жоқ, керісінше бір шаруасын бітіру үшін бара жатыр. Сондай секілді. Әлде білім жолына шығады, білім алу жолына. Мақсаты білім алам, харам нәрселерден тыйылам, кісілерге білім жеткізем деген мақсат емес ода. Керісінше білім алам, білім алатын болсам, атағым жоғары болады, білімне беделді болам, сосын жұмыс көп табам, ақша болады. Мысалы, қазір барып, мысалы Саудиядан барып, бір университеттерді бітіріп келетін болсам, диплом алам. Дипломнан кейін онымен жақсы араб тілін беріп, сол ақша табуға болады, мықты ақша көтеруге болады деген мақсат болатын болса. Әлде жай адам болатын болса, оған бір хәдия дым бермейді ол. Жай адам мұсылман, сондай бір. Әлде бір сапардан үлкен бір жақтан бір жас бауыр келетін болса, қарапайым бауыр келетін болса, онымен кездесуге, онымен барып бауырмашылық отыруға ол тырыспайды. Бірақ бай біреу келетін болса, атақты біреу келетін болса, ол соның жүгіріп, хәдия алып беріп, үйіне қонаққа шақырып, оған бір дүние іздейді. Керісінше ақирет сауап, бауырмашылық, бұл бауырды зиярат қылу, бауырды қонақтау деген пайғамбарымыз хадисте айтқан деген мақсат емес, керісінше пайдасын алып тұрады. Ондай болатын болса, ол адам серік қосқан болады. Оған дәлел хадистер, аяттар, және тағы да баптан бөлек бабымызға кірсек, мына жерде айтады Алла Тағала сөзінде, кімде-кім дүниелік өмірмен оның көріктілігін қалаған болса дейді, салиқалы амалдар арқылы, олардың істерін оларға дейді, бұл дүниеде толық береміз дейді. Толық береміз дейді, қалаған нәрсесі саған болады бұл дүниеде. Және олар онда кемсітілмейді, толығынан береді Аллах Тағала. Соларға ақиретте тек тозақ оты ғана дейді. Өйткені олар ширк қосты, мушрик болды Аллахқа. Керісінше дүниені қалады, сауап қалаған жоқ, Аллахтың разылығын қалаған жоқ. Және дүниеде жасағандары бекер болып, ал істегендері жалған болмақ дейді. Бұл аят дәлел, кімде-кім егерде жақсы амалмен, ақиреттің амалымен дүниені қалайтын болса, бір үлкен қатерде. Енді бұл аятқа қарайтын болсақ, кім дүниені қудалайтын болса, жақсы амалдармен, Аллах Тағала берем деп тұр. Солай ма? Негізінде, мысалы, біреу қазір болады, сондай жасап амалдармен, жақсы амалдармен дүниені қудалайды. Болды, бай болып, жағдай мақсат орындала ма? Жоқ. Бұл аяттан қарайтын болсақ, сондай мағына түсінеді. Бірақ тек осы аятқа сүйенбейміз, басқа аяттар да бар. Аллах Тағала басқа аятта айтады: "Ман кан юриду ал-аджилата аджална лаху фиха ма наша'у лиман нурид, сумма жa'ална лаху джаханнама яслаха мазмуман мадхура" дейді. Кім асығып бұл дүниені қалайтын болса, бұл дүниені аджална лаху фиха дейді. Бұл дүниенің ішіндегі нәрсені берем дейді. Бірақ Аллах Тағала айтады: "Ма наша'у лиман нурид", қалағанын берем, қалаған кісіге дейді. Сондықтан кейбір кісілер болуы мүмкін, ақирет амалдар арқылы дүниенің артынан қуып, бірақ түбінде кедей болып, дымға жетпеген кісі болуы мүмкін. Сумма жa'ална лаху джаханнама яслаха мазмуман мадхура, кейін дейді Аллах Тағала, қалаған кісіге қалағанын бергеннен кейін оған дейді жаһаннамды, тозақ отын оған күйдіретіндей берем дейді. Мазмуман дейді, сондай қорланған түрде дейді. Мадхура, алыстатылған күнде дейді. Қорланған күйінде Аллахтың мейірімінен алыстатылып тозаққа күйіп кіреді дейді ол кісі дейді. Басқа аятта Аллах Тағала басқа аятта: "Ман кан юриду харфал ахира назид лаху фи харфихи" дейді. Кімде-кім ақиреттің өнімін, пайдасын қалайтын болса, Аллах Тағала оған көбейтіп берем дейді оған. Сауабын молырақ берем дейді. "Ва ман кан юриду харфад дуnya ну'тихи минха" дейді. Ал кімде-кім дүниенің пайдасын қалайтын болса дейді,
ол дүниенің барлығы емес, кейбірін оған берем дейді. Дейді. Ал қиямет күні оған ешқандай үлес болмайды дейді. Яғни бұның бәрі де бауырлар, жақсы ақирет амалымен дүниені қалайтын болса, осы серік қосуға жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде де فَمَنْ عَمَلَ الْآخِرَ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ дейді. Кім ақирет амалымен дүниені қалайтын болса дейді, ақирет күні оған дейді ешқандай үлес болмайды дейді. Сондықтан бұл яғни бап өте маңызды бап. Осыны қаншама адамдар осы мәселеде қателеседі, осы мәселе үлкен бір ағаттық жібереді. Кісілер болуы мүмкін намазға, мешітке барады сауап болу үшін емес, керісінше бір шаруа болу үшін, әлде мешіттің алдында нәрсе бір нәрсе сату үшін, егер олмен айналыспайтын болса бармау мүмкін, әлде мешітке барады не үшін, біреумен кездесіп шаруасын бітіру үшін, әлде білім алады, мысалы сондай бір естисің, сондай білім алуға ниеттеніп тұрады да, бірақ ниетінде ар жағында бір нәрсе өлшеп тастаған. Ертең мысалы Саудияға барып білім алуға болады, анда барып бір нәрсе сатуға болады екен, ана жақтан мына жаққа құрма жіберуге болады екен, былай айналысуға болады деген үлкен жоспар пландар болады алға қарай. Яғни керісінше адам баласы ниеті білім жолға шыққанда мен қазір осындай елге барам, Саудия болсын, Мысыр болсын, бір елге барам, білім алам, арабша үйренемін, одан кейін машалла үлкен ғалымдардың кітаптарын оқимын, сосын лекция тыңдаймын, соны түсінетін боламын, машалла деген сияқты сондай бір нәрсе болуының орнына керісінше кейбір кісілер бір нәрсе қалап тұрады. Ол жерден барып бір нәрсе жүруге болады, оны жерден бір нәрсе айналысуға болады, осындай жұмыс жоқ екен, осы нәрсені сатуға болады екен, осылай істеуге болады екен, осындай деген ниеттермен адам баласы қиямет күнінің сауабынан құр қалады. Сондықтан адам баласы ақирет амалымен дүниені қаламау керек, өйткені ол серік қосуға жатады. Ғалымдар айтады, бұл бап дейді, рия бабынан гөрі, риядан гөрі қатерлі дейді. Яғни бұл осы ақирет амалымен дүниені қалау деген бұл риядан да қатерлі дейді. Өйткені рия дейді, ол сенің белгілі бір амалға кіреді дейді. Яғни намазыңды риямен оқисың, сол намазды жойып жібереді дейді, бірақ оразаң бәрі дұрыс болады дейді. Қажылыққа кіреді дейді, бірақ намаздарың бәрі дұрыс болады дейді. Ал бұл дейді, мына серік қосу дейді, рия серік қосу, ал мынау дүниені қалау серік қосуы, бұл дейді, сенің бүкіл өміріңе кіреді дейді. Бүкіл өмірің құртылады осымен. Тек қана бір белгілі амал емес, рия ол белгілі амалды құртады, қалғандарың дұрыс болады. Қай амалды рия жасадың, соны құртады. Бірақ мынау сенің ниетіңе келетін болса, бүкіл өмірің, құлшылығың, намазың, оразаң бәрі құрып, хасірет, Аллах тағала айтқан Құранда, істеген істері жалған болмақ дейді. Яғни ісің бәрі жалған болады дейді осыны. Сондықтан ғалымдар айтады, мына бап дейді, мына осы серік қосудың осы түрі дейді, риядан да жаман нәрсе дейді. Осы бапқа байланысы естігендерімізден сондай бір елді дейді, мешітте намаз уақыты болды дейді. Сондай бір оқиғалардың бірі. Мешітте сондай не болды дейді, намаз уақыты болды, муазин азан шақырады. Кейін енді сәл 5-10 минут күткеннен кейін қамат түсіріп намаз оқу керек болады. Сол кезде имам жоқ, кешігіп қалған, әлде бір үзір болып келмей қалған. Сол кезде бірінші саптада тұрған кісілер айтады муазинге, имамға шығыңыз, сіз енді имам оқыңыз деп. Сол кезде муазин айтады дейді, маған ол үшін ақша төлеп жатырған жоқ деп. Мен тек азан шақырамын, сол үшін ақша төлеп жатыр, ал сол имамдыққа ақша төлеген жоқ деп. Яғни сондай бір тіпті кісілер болады, намазында да бәрін ақша үшін істейді. Құранды бергенде, сабақ бергенде мақсаты ақша тек қана. Білім беретін болса, мақсаты ақша тек қана. Олсыз бір нәрсе шығара алмайсың аузынан. Әлде жамандықтан қайтарып жақсылыққа шақыру үшін оның да өзінің бір ставкасы бар, ақшасы бар. Яғни әрбір нәрсесінде бір ақша болады. Мақсаты дүние. Былай айтқанда дүниенің кәдімгідей құлы болып кеткен. Дирхамның, әлде теңгенің, әлде рубльдің, доллардың, әлде сондай құлы болып кеткен. Сондай кісілер болады, Алла сақтасын. Сондықтан мынау өте қатерлі бап осыны. Әрбір мұсылман осыған дұрыстап ойлану керек. Амалдары жойылып кеткен жоқ па барлығы? Әлде істеп жатырған ісі бәрі бос емес па? Осыған байланысты университетте оқитындар, Жами Исламия сияқтыларда оқитындар сұрақ қояды ғалымдарға. Сондықтан біз оқып жатырмыз, білім алып жатырмыз, сосын диплом қалай, сол ниет қалай дейді, соны ниетті қалай дұрыстаймыз дейді. Сол диплом деген ниет болып кетпей ма бізде, әлде білім ба? Сонда ғалымдар былай жауап береді. Өте керемет жауап. Егер дейді, сен қазір жамиға саған айтатын болса дейді, сен оқып бітіргеннен кейін саған диплом бермейміз дейді. Сен оқып бітіресің, саған диплом жоқ. Не үшін? Бермейміз, болды. Бергіміз келмей қалды саған.
иә, саған айттық береміз деп, бірақ бермейміз дейтін болса, сол кезде сен ашуланып жамияны тастап кетіп қалатын болсаң дейді, онда сен ниетің диплом дейді, ақирет сауап емес дейді. Ал егер де жоқ, маған ешқандай диплом қажет жоқ, берсең альхамдулилля жақсы, бірақ бермесең де ешқандай мұқтаж емеспін, ол диплом маған шариат білімі керек, ешқандай диплом керек емес дейтін болса, онда одан ниетің сенің ақирет дейді, жақсы дейді ол кезде. Яғни сол кезде адам баласы ниетін сөйтіп дұрыстауға болады бір нәрсеге. Ақирет амалына, мысалшы, біреумен кездесу керек болады. Оны білесің, ол осы мешітте намаз оқитын. Шаруа үшін. Енді мешітке барып сонымен кездесу керек. Егер ол сол мешітке келмейді дейтін болса, саған хабар келетін болса, барар едің ба сол ишаға, намазға? Әлде бармас едің ба? Егер бармайтын болсаң, тек сол үшін бара тұрған болсаң, онда жағдайың қиын. Ал егер жоқ, мен олсыз да барайын деп жатырмын мешітке, ешқандай бір несі жоқ, ол болсын болмасын, болса жақсы, болмаса да мен босқа да мешітке барам дейтін болса, онда альхамдулилля ниеті дұрыс оның. Осындай қылып адам баласы ниетін қарап нетуге болады. Осымен 4 сурет айттық та. Енді тағы бір сурет бар, ол 5-ші сурет деп айтсақ та болады. Бірінші суретті қайталап айтайын. Бірінші сурет ол дүние амалымен дүние қалау, ол мубах болады. Екіншісі дүние амалымен ақирет қалау, ол мустахаб болады. Үшіншісі ақирет амалымен ақирет қалау, ол өте жақсы болады. Ал төртіншісі ақирет амалымен дүние қалау, бұл осы бап соған арналған. Ал бесіншісі ақирет амалымен дүниемен ақиретті қалау, яғни ақирет амалымен екеуінде қалау. Мысалшы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисін айтқан: "Ман сарраху ан юбсата лаху фи ризқихи ау юнса лаху фи аthari фальясил рахимах" дейді. Кім оның ризығы кең болғанын қалаған болса дейді, әлде өмірі ұзақ болғанын қалаған болса, ағайын туғанның арасын жақсы қылсын дейді. Яғни адам баласы мысалы кедей болып өмір сүргісі келмейді, бай болғысы келеді. Яғни жағдай, ризығы кең, ақшасы көп, мал мүлкі көп болғанын қалайды. Әлде өмір ұзақ болғанын қалайды мысалшы. Ауырып қалды қатты бір аурумен мысалшы. Қорқады, осы аурудан өліп кетпейін ба? Өліп қалмайыншы, әлі жаспын, өмірім ұзақ болсын дейді мысалшы. Алады да ағайын тумалармен жақсы болып кетеді. Не үшін? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде айтып тұр, бай боласың, әлде өмірің ұзақ болады деген сияқты. Әлде басқа аятта Аллах тағала "Лайса алейкум жунахун ан табтагу фадлан мин раббикум" дейді. Ешқандай күнә жоқ дейді сіздер егер де Аллахтың кеңшілігінен, яғни Аллахтың бір дүниелік кеңшілігінен пайда талап етсеңдер дейді. Қажылыққа айтылған аят дейді, ғалымдар айтады бұны. Яғни қажылыққа барасың, мақсатың сол жерде мүмкін сауда жасап, бір нәрсені сол жерден сатып кетіп, әлде сол жерден алып келіп, рұқсат берілген нәрселер бар сондай, қажылықта мысалшы. Әлде мысалшы джихадқа барамын, мақсатың олжа қалау. Ақирет сауап және олжа қалау. Бұл қалай болады бұл мәселе? Бұл 5-ші сурет. Яғни ақирет амалымен екеуінде қалау. Сауапты да және бұл дүниенің бір несін пайдасында қалау. Бұл жерде ғалымдар айтады, бұл екіге бөлінеді дейді. Егер дейді, шариғат оған рұқсат бермеген нәрселер болатын болса, бұл нәрседе қалауға болмайды дейді. Мысалшы, намаз оқумен бір дүниенің бір нәрсесін қалау, ораза арқылы бір нәрсе қалау деген сияқты бір дүниеде рұқсат берілмеген нәрселерде дәлел келмеген, яғни былай айтқанда, қысқа айтқанда, дәлел келмеген нәрселерде бұлардың бәрі серік қосуға жатады. Ал дәлел келген нәрселердің өзіне келетін болсақ, бағанағыдай джихадта ол жағалау, ақирет сауабын қалау, шахидтік нені қалау, бірақ тірі қалса ол жағалау деген сияқты. Әлде бағанағыдай қажылық істегісі келіп тұр, бірақ жолдың билетін шығарып тастайын, кішкене бір пайда болып қалсын, сол жақтан бір нәрсе сатайын деген сияқты. Әлде ол жерден қажылыққа барып, қажылық ниетім, бірақ бір нәрсе алып келейін дейтін болса, бұл жерде қалай болады дегенде ғалымдар егер де ақиреттің басында болатын болса, болады дейді. Ал егер де дүниенің басында болатын болса, онда сол дүниені қуған кісі боласың дейді. Екеуі бірдей болатын болса, онда ол екіншісіне келеді. Яғни егер де сауабың молырақ, сауап қалау, ақиретті қалау молырақ екен, басында екен, бір 60%-ға, 70-80%-ға ақирет сауабын қалап тұрсың сен. Ағайын тумалармен шариат саған бұйырды, Аллах бұйырды, Құранда пайғамбарымыз хадистерде бірнеше айтты, сол нәрселерге сүйеніп сауап болады ғой деген мақсатпен етіп тұрсың. Бірақ онымен бірге бағанағыдай бай болуын қалайсың деген сияқты. жұмысың жүрмей жатыр, сауда дұрыс жүрмей жатыр, саудаң жақсы жүріп кеткенін қалайсың деген сияқты. Сондай ниет болатын болса, басында ақирет басында болатын болса, бұның ішінде ешқандай проблема жоқ, сауап, күнә ешқандай не жоқ. Ал басында керісінше әлде бірдей болып қалатын болса, ол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқандай: "Ман амила амалан ашрака фихи ма'и гайри тарактуху ва ширкаху" дейді. Кім бір амал жасап, онымен бірге мені серік қосатын болса, өзінде де және амалын тастай беремін дейді Аллах тағала.
құдси хадисі. Сондықтан кімде кім сол екі нәрсені қалайтын болса, ниетінде ақиретін көбірек қылу керек. Ақиретін көбірек қылу керек, ақирет амалын қалауын. Ал дүниесі басында болатын болса, ол құртып алған болады өз несін. Бабымызға кетейік кері. Абу Хурайрадан радиаллаху анху келеді. Былай деген, Алла елшісі былай деді дейді. Динар құлы болып кеткен адам құрсын дейді. Динар деген алтыннан болған ақша, сол кездегі. Дирхам құлы болып кеткен адам құрсын дейді. Дирхам деген күмістен болған ақша. Яғни динар ол кездегі бір доллар сияқты, дирхам бұл сондай бір аз ақша. Мысал келтіретін болсақ, біздің елмен теңге сияқты деші. Хамисаның құлы болып кеткен адам құрсын дейді. Яғни бір сондай жібектен болған бір киімнің бір түрі. Хамиланың құлы болып кеткен адам құрсын дейді. Ол да сондай бір нәрсе, бір киімнің әдемі, сондай қымбат киімнің несі. Яғни адам баласы кейбір кезде мақсаты ақша болады сондай. Әлде киім болады мақсаты. Ол киім жақсы киіну үшін, жақсы арнайы таңдап, әдеміленіп, кісілердің көзінше не үшін бәрін істейді. Шариаттан аттап кетуі мүмкін. Киім тек қана, тек күшті болып, жақсы болып киіну деген мақсат сондай болады. Соның құл болып кететін болса, жүрегі соған қатты байланып қалатын болса, ол сол серік қосқан болады, құл болған болады ол нәрсеге. Оған дейді, бұл нәрселер берілсе, риза болып жүреді дейді. Яғни ол нәрсе берілсе, разы болады, ал берілмесе, наразылық білдіреді, разы болмайды. Ол құрсын, әрі оған дейді, ауруы қайта оралсын дейді. Яғни құрсын дейді ол кісіні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи оған қарсы дұға тілеп жатыр. Және оған ауруы қайтып оралсын дейді. Яғни ауру болып қалсын ол кісі былай айтқанда. Әрі оның денесіне тікен қадалса, суырып ала алмасын дейді. Аяғына тікен кіретін болса, бұл соны шығара алмасын, қиналсын деп тұрған. Қарсы дұға тілеп тұрған. Яғни мақсаты орындалмасын, керісінше оған басына сынақ болсын, қиыншылық түссін деп тұр пайғамбарымыз. Туба ағашы Алланың жолында атының жүгенінен ұстаған, ұйпа-тұйпа шашы екі аяғы шам басқан құл үшін болсын дейді. Туба деген жәннаттағы бір тал, оның көлеңкісінде атпен 500 жыл жүретін болса, көлеңкі бітпейді. Сондай бір үлкен ағаш жәннаттағы адамның былай айтқанда қуанышы. Сондай тал дейді. Қандай кісіге? Шашы ұйпа-тұйпа болған, аяғы шан-шан, атының жүгенінен ұстап, жихадта шауып жүрген кісі дейді. Яғни өзінің киімін қарамайды, шаруасы жоқ, тек қана мақсаты ақирет, сауап. Тіпті өзінің киімін дұрыстап, дүние киіміне қызықпайды ол нәрсе. Тек қана мақсаты оның ақирет. Ондай құл күзетке қойылса дейді, күзетті дұрыс өте дейді. Ал егер әскердің артына қойылса дейді, онда дұрыс өте дейді. Яғни оны күзетке қоятын болса, мысалы ол кісі жихад соғысқысы келеді. Оны алады да, мысалы бір күзетке қойып қояды, сен охрана бол, мына жерде бір сторожы бол, осы жерде тұр, соғысқа қатыспай ақ қой. Ол оған разы болып тұра береді оған. Неге мен ана жерге бармаймын, мына жерде мен не істеймін мына жерде деген сияқты. Әлде оны алады да, мысалы соғыста жихадта повар болып қояды, сен повар бол, тамақ пісір деп. Ол соған разы болады, өйткені мақсат ақирет ол. Кісілердің көзінше көріну емес, бір не емес, әйтеуір Алла жолына соғысқа шықтым, сауап алып жатырмын деген ниет ода. Егер оны артқа қоятын болса, арт жақтан қара, арттан ешкім шабылмайтын болса, ол сол дұрыс өтеп, разы болып сол жерге тұрады. Мақсаты неге мен алға шықпаймын, неге кісілерге көрінбеймін деген мақсат болмайды ода. Ода тек қана сауап қалаймын, әйтеуір мен сауап өтеп жатырмын деген сияқты. Сондай бір кісілер болады, жай қарапайым, кішіпейлі, тыныш, жасырын болған кісі болғысы келмейді. Керісінше атақ, керісінше жоғары, кісілер оны құрметтеген, төрге отырғызған, сөзі жүретін, онымен есептесетін, бәрі соны сыйлайтын кісі болғысы келеді. Ал жасырын, Аллахқа разы болатындай кісі болғысы келмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисіне айтқан: "Инна Аллаха юхиббул абдал хафият тақи", Аллах тағала дейді, жасырын, қарапайым, кішіпейлі болған тақуалы құлын дейді, жақсы көреді дейді. Яғни атаққа шаппайтын, атақ мансапқа қызықпайтын, тек Аллахтың разылығын іздейтін кісіні Аллах тағала жақсы көреді дейді. Хадиске айтайық, егер рұқсат сұрайтын болса, оған рұқсат берілмейді дейді. Яғни атағы жоқ кісі. Яғни атағы жоқ, сөзі өтпейтін сондай кісі оның. Егер рұқсат сұрайтын болса, соғыста әлде бір нәрседе амирдан рұқсат сұрайды, оған рұқсат берілмейді. Жоқ дейді, болды. Сөз өтпейді былай айтқанда. Ал жақтаса дейді, жақтасқаны қабыл болмайды. Яғни бір шапағатшы болатын болса, жақтасып біреуге сөзі өтпей қалады. Мысалы, бір кісіге жақындау үшін, сол сөзін алу үшін бір кісі арқылы жақындайсың. Сол кісі егер сөз өтетін болса, ғана кісіден, онда оның беделі, несі жақсы болады. Сен үшін бір әйтеуір шаруаны істеп берді.
бірақ тым өтпей қалатын болса, сөзін қабылдамайтын болса не болады? Төмен болып қалады, былай айтқанда. Сондай кісіні пайғамбарымыз мақтап, оған жәннатта туба деп тұр. Туба талап алып тұр дейді. Яғни сондай қарапайым кісі, мансапқа, жоғарылыққа, басшылыққа, атаққа тырыспайтын, керісінше Аллахтың разылығын іздейтін, Аллахтың разы болса, әйтеуір ақиретте маған сауабым болса, бұл дүниеден бағанадай осындай пайда, атақ, ақша, не, мал, мүлік деген қызықпайтын кісіні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисте мақтап, оған туба ағашын айтып тұр, туба ағашы. Сондықтан шариғатта бағанадай атаққа шабу, әлде бір ақиреттің жақсы амалмен дүниені қалау, киімнің бір нәрсенің құлы болу, үйдің, көліктің, бағанадай машиналардың құлы болу, ақшаның құлы болу, шариғатта оған серік қосуға, Аллахқа серік қосу болып табылады. Сондықтан серік қосу, ширк деген нәрсе тек қана молаға табыну, әлде моладан тауаф қылу деген нәрсе емес тек қана. Керісінше ол кең нәрсе. Оның ішінен серік қосулардың, ширктің түрлерінің бірі ол адам баласы ақирет амалмен дүние қалайтын болса. Осымен бап бітті. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.